Мен неге осы компанияны таңдап отырмын? Бірінші, бұл отандық компания, біз енді көп жағдайда адамдар айтып жатады, ой, отандық компанияда ма деген сияқты. Негізінде әр адам ең бірінші өзіңе жақсылық жаса дейді. Біз өзіміздің қазақстандық брендті качать етуіміз керек. Мысалы, біздің компания қазір жаңадан тай басып көтеріп келе жатқан компания. Және саяси жағынан қараған кезде біздің қазақстандық компаниялар басқа шет мемлекеттерге емін-еркін шығуға мүмкіндігі бар. Одан кейін барып біздің компанияда өсуге, демалуды енді көріп отырсыздар, демалып жатырмыз. Демалуға алып келеді. Өсуге, компанияға келген адамдарға барлық жағдай жасалынады. Біріншіден, оларға система қояды. Система қояды. Одан кейін жасап жатқан жұмыстың барлығы шынайы, ашық.